Сәлеметсіздер ме, денсаулық арнасының көрермендері? Бүгінгі видеода екпеден кейінгі қалған түйіндер, яғни уколдан кейінгі шишкалар жайында айтатын боламын. Уколдан кейінгі шишка көбінесе дәрінің тарамағанынан, дәрілік препараттарды қайта-қайта бір жерге салғаннан пайда болады. Сол түйіндерді кетірудің бірнеше әдісін ұсынамын. Бірінші әдіс: жамбастағы түйінді кетіруге қырыққабат жапырағы мен бал жақсы көмектеседі. Ол үшін қырыққабат жапырағын алып, біраз қолымызбен мұжып жұмсартып аламыз. Сол жапыраққа шамамен бір қасықтай бал жағып, түйінге компресс жасаймыз. Сыртынан дәке немесе мата қойып, ыңғайлы болу үшін таңғышпен жапсырып қою керек. Бұл процедураны ұйықтар алдында түнде жасаған абзал. Осы компрессті үзіліссіз 5-6 күн жасауға болады. Ескере кететін жайт, кейбір адамдарда балға аллергия болуы мүмкін. Мұндай жағдайда қырыққабат жапырағын өзін ғана да қолдануға болады. Екінші әдіс: магний сульфаты ампуласын алып, матаға тамызып, бездің үстіне қойып таңғышпен жапсырып қою керек. Бұл әдісті 3-4 күн жасауға болады. Үшінші әдіс: гепарин жақпа майын күніне 2-3 рет жағып қою керек. Гепарин майын 6-7 күн жағуға болады. Бұл әдіс микроциркуляцияны жақсартып, түйіннің жойылуына жақсы көмегін тигізеді. Егер де бұл тәсілдер нәтижесін бермей жатса, физиотерапия емін қолдануға болады, яғни жылумен емдеу процедуралары. Құрметті арнамның көрермендері, егер де осы видео сіздерге пайдалы болса, арнама тіркеліп, видеома лайк қойып, комментарийде өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге алғысымды айтамын.